Kese bir түс көремін. Түсінде өз машинам бар, осы алдында бір компания істеп машина алған. Сол машинамен келе жатам да, трасса даңғыл жол, кең жолда келе жатам, бүйтіп қарасам, мынандай қатарда былай, апалар осылай. Қазір қарап отырсам, былай қарасам, екі аяқпен жұмыс жасайды екенбіз ғой. Қатар-қатар апалар жасыл алма сатып отыр. Жап-жасыл алмалар. Өтіп келіп тоқтаймын да, жасыл алма алайын десем, өшімін аяқ бордюр боқапты. Бордюрден жүруге болмайды, артқа ашық екен, машинаны артқа беремін, артқа жүріп, ана жерден, правила нарушать етіп, бұрылып, жасыл алмаға келіп тоқтағанда, өз 49 жаста көрген ұлым бар, қазір 6-ға келіп, сол ояқ жеп, мама су ішемін. Жасыл алманы көріп, мына кісіге ертесі айттым, енді Шахмұрсаға бара жатырмын, түс тапсыз жайды келе жатырмыз. Мен жасыл алма көріп, жап-жасыл. Мына кісі айтты, ой, ода жемісті болады екенбіз, круто, өмір өзгереді екен деп сөйтіп әңгімені айтты. Біз екеуміз кірдік, Гүлнара ханымды көре салып, ұнады маған тамашалар ол кезде болмады, Гүлнара ханым мен Шахмұрза отыр екен. Менсінбейміз, өзімше важный адамбыз ғой, любой адамда бір эго бар ғой. Кіріп ағамыз, жаңа жерде, мына жерді көріп тұрмыз өзі. Маркетингті айтыңыз, болды, өтім керек емес бізге, маркетингті айтыңыз. Менсінбей тұрмыз. Маркетингті айтты, сөйтіп мына кіз, ну что, бинар деп сөйтіп отыр бір уақытта. Енді өнім қандай деп. Сөйтіп айтқан кезде, Гүлнара ханым ана шкафтан бүйтіп алып, бүйтіп кірген кезде, екеумізді бірімізге қарасып, болды, тіркеңіз, біз тіркеліп, мына кісілер өздері түсінбей қалды. Сол моментте, сол жерде біз тіркеліп, үлкен пакетке тіркеліп, мен кеттім.